Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі біздің зертханалық жұмысымыздың тақырыбы көмірсулар, моносахаридтер, қанттың судағы ерітіндісі және кристалдануын бақылау. Және де бүгінгі тақырып бойынша, осы зертханалық жұмыс бойынша кім сабақ айтады? Жалпы бізде көмірсулар дегеніміз ол табиғатта жалпы ең кең тараған бізде органикалық заттар болып табылады. Оларға бізде моносахаридтерді, полисахаридтер және дисахаридтерді жатқызамыз. Жалпы моносахаридтерге тоқталып кететін болсақ, олардың құрылысына келетін болсақ, олар бізде тек қана бір ғана көмірсу тектерін тұратын болғанда оларда мысалға бізде глюкозаны алып болсақ, оның құрамында бізде альдегид топшасы болады, оларда бізде бұл глюкозаның формуласы бұл жерде бізде мына жерде бізде альдегид топшасы болғандықтан оны бізде альдозалар деп атаймыз. Және де оның құрылымдық формуласында осындай болады. Және де бізде басқаша кетозалар деген болсақ, кетозаларда бізде айырмашылығы оларда мына жерде кетон топшалар болғандықтан олар кетозалар деп айтамыз. Жалпы екеуінің формуласында негізі бірдей. Келесі монозалардың физикалық қасиеттері. Монозалардың физикалық қасиеті бізде тәтті дәмді суда еритін кристалл заттар болып келеді. Олардың құрамындағы таутомериялық қозғалулар қатты ие, себебі олардың құрамында көптеген функционалдық. Моносахаридтердің алу жолдарын кім айтады? Полисахаридтерде бізде моносахаридтерді гидролиздеу арқылы Гидролиздеу арқылы бізде моносахаридтер түзіледі. Келесі алу жолы. Екінші алу жолы ол бізде нені аламыз? көбатың спектрді. Көбатың спектрді. Бізде тұтықтыру нәтижесінде су бөлінеді, нәтижесінде бізде глюкоза мен глюкоза түзіледі. Бұл қалай түзіледі? Соның арқасында түзіліп тұр? Альдегид Сарши коваш. Бірінші толықтырғанда алғашқы сарши коваш. Соның өзгеруінен глюкоза. Одан кейінгі ол екінші сарши коваштың өзгеруі. Химиялық қасиеттерін тоқтатып Жасалды. свет түзетіп Химиялық қасиеттері бірінші. Сонда бізде литий мен гидрид болады. Оның ары қарай толықтыратын болсақ, бізде қант шығып түседі, екі атомда бір атом шығады. Зертханалық жұмыстарды бастаймыз. Бірінші зертханалық жұмыс бойынша жаңа белгілі ғой. Бірінші зертханалық жұмыста біз глицерозадан глицеринді толықтырып алатын боламыз. Бізде зертханаға керекті құрал-жабдықтар бізге сынауыт керек, одан кейін глицерин керек, пробу керек және мыс гидроксиді қажет. Қазіргі жасалатын зертханалық жұмыста біз 2 мл сынауытқа суды құйып аламыз. Сынауытқа 3 тамшы глицеринді құйып, оны араластырып қыздыратын боламыз. Қыздыру барысында бізде түзілген өнімді алып, оны бром суымен реакцияға түсіреміз, яғни келесі сынауға бром суын құямыз 3 тамшы. Бізде реакция барысында тұнба түседі. Реакцияда глицерин бізде альдегидке дейін толтырады. Одан кейін түзілген бөлікке біз мыстың бір оксидін қосамыз, яғни бізде тұнбаның түсі өзгеріп, тұнбаның түсі сары түске өзгереді. Келесі екінші тәжірибелік жұмыста глюкозадағы гидроксил тобын анықтайтын боламыз. Бізге керек сынауы натрий OH-тың 2 нормальды ерітіндісі және глюкоза, сосын мыс тек сульфаты қажет. Бір тамшы ерітіндісін саламыз. Оған 2 нормальды натрий OH-та 6 тамшы және купрум S4, яғни купрум сульфатын 6 тамшысын құйып араластыратын боламыз. Бізде реакция нәтижесінде көк түсті тұнба түсіледі. Сол көк түсті тұнбаны қыздыру арқылы біз осы қыздырған кезде тұнбаның түсі өзгереді. Сары немесе қызыл сары түске. Ол дегеніміз бізде глюкозаның құрамында гидроксил тобының бар екенін анықтай аламыз. Бүгінгі зертхана жұмысында бір тамшы глюкозаға 6 тамшы купрум S4-пен және натрий OH-тың 2 нормальды ерітіндісін құйып реакция жасап көреміз. Бұл кезде бізде көк түсті тұнба түсініп қажет. Бір тамшы бізде глюкоза құямыз. Одан кейін бізде натрий OH 2 нормальды 6 тамшы және купрум S4-пен 6 тамшы құйымыз қажет. Келесі бізде натрий OH 2 нормальды 6 тамшы құямыз. Купрум S4-пен 6 тамшы құямыз. Бізде реакция барысында өнімге көк түсті тұнба түсініп қажет. Бізде осы түсінген тұнбаны шайқап, одан кейін қыздырамыз, яғни қыздырғаннан кейін бізде қызыл сары түсті тұнба өзгереді. Бұл бізде
글루코산 포함한 인터섹션 많이 қызыл сары арасында. Қызыл арасында қызыл сары түсті тұнбасы. Ана жақ қызыл ма? реакция барысында реакция нәтижесінде бізде сары түсті тұнбасында бұл бізде глюкозаның құрамында интрофилтр бар екен. келесі зертханалық жұмысымызды бастаймыз. Бізде келесі үшінші жұмыс, яғни бұл крахмалдың қайта қалпына келмеу қабілеті туралы анықтайтын боламыз. Ол үшін бізге крахмал клейстер қажет болады және де натрий гидратиді, купрум сульфаты қажет болады. Ол үшін ең алдымен біз пробиркаға 1 мл крахмал клейстерін аламыз. Крахмал клейстер бізде қалай түзіледі, яғни крахмал қалыптасуда ерімейді, ыстық суға ерітілгенде коллоидта ерітінділер пайда болады, яғни оны крахмал клейстер деп атаймыз. Соған біз 2-3 тамшы, 2 нормальды натрий гидратидің ерітіндісін және де 1 тамшы купрум сульфатының ерітіндісін тамызатын боламыз. Одан кейін үстіне 1-2 тамшы су қосып, біз ең алдымен пробиркаға крахмал клейстерін 1 минут салып боламыз. Келесі біздің зертханалық жұмысымыз күн сайына реакциясы. Күн сайына реакциясы. Бізге керекті заттар ол организм нитратон, сосын натрий гидратидің сульфаты, және де аммиак, және глюкоза. Және сынақтар беріп қойды. Жалпы бізде ең бірінші жасалған жұмыс, мына жерде бірінші организм нитратының кіші тамшысын аламыз да, оның үстіне натрий гидратидің кіші тамшысын құйып аламыз. Сол кезде бізде қарақоңыр түсті тұнба түзілуі керек. Оның үстіне бізде қарақоңыр түсті тұнба түзілгеннен кейін сол тұнба ерігеннен кейін аммиак ретінде қосамыз оның үстіне. И бізде жаңағыдай ерітіндіміз ериді, тұнбамыз ериді. Тұнба ерігеннен кейін сол ерітіндінің үстіне глюкозаны қосып аламыз. Сол кезде бізде жаңағы глюкозаның құрамындағы аддитивтік топтың бар екенін кристаллизация дейді ғой, сол кристаллизациядан бізде аммиактың глюкозаны қосып ол кезде ішінде аддитивтік топтармен бәлендері болады. Яғни соған сәйкес қышқылық түсіреді кармалшылар және де одан бөлек бізде осы күміс гидроксидінің аммиакты кристаллизация Әдемі шығарады. жалпы бізде қазір ең бірінші организм нитратының кіші тамшысын сынаққа құйып аламыз. Келесі осы организм нитратының үстіне натрий гидратидің организмге кіші тамшысын аламыз. Яғни байқағандарыңыздай бұл жерде қарақоңыр түсті тұнба түзілді. Енді осы тұнба бізде жойылымға дейін аммиак қосамыз. Бізде жалпы тұнбамыз еріді. Яғни енді қазір осы ерітіндінің үстіне біз глюкозаны қосамыз.
ол әлдеқайда көрсетеді ғой, соған байланысты қанында қышқыл соған сәйкес қышқыл түседі және де бізде күміс витаминның бізге қазіргі зертханалық жұмысқа екі сынақ, яғни бірінші сынақ, сонымен қатар көмірсулар глюкоза мен фруктозаны аламыз, және де альфа-нафтол күкірт қышқылы керек болады. Және біз бірінші сынақтарға осы екі сынақ құрамымызда су құйыламыз, 1 мл су құйыламыз. Су құйылғаннан кейін бізде осы көмірсуларды құямыз, араластырып шайқағаннан кейін, жақсылап араласқаннан кейін оларға 2 тамшы альфа-нафтолды тамызамыз. Содан кейін альфа-нафтолдан кейін бізде күкірт қышқылының 1 мл құямыз. Содан кейін бізде осы көмірсу мен осы альфа-нафтолдың, яғни жасыл реңді күзгі сақина пайда болады. Ал егер де бізде сақина пайда болмаса, яғни көмірсудың жоқ екенін анықталады екен. Фруктоза мен глюкозаны құятын боламыз. Осының 2 тамшысын тамызамыз. Яғни бұл жерде біз сақина түзілген көрдіңіз, яғни бұл жерде бізде көмірсулар түзілгенін байқауға болады. Зертханалық жұмысымыз бойынша қорытындылаймыз, қазір келіп тапсырмаларды орындаймыз. Зертханалық сабағымыз бойынша қорытындылау, мына тапсырмаларды қарап, оқып, толтырып шығасыздар. Барлықтарыңыз. Көрдіңіздер ғой, бүгінгі зертханалық сабағымыздың қорытындысы бойынша мына жерде моносахаридтер берілген, оның структуралық формуласын жазамыз және химиялық формуласын және қолдануын жазып шығасыздар, толтырып шығасыздар, және ма? Бүгінгі біздің зертханалық сабағымыз бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі осы зертханалық көмірсулар тақырыбы бойынша зертханалық сабағымыз аяқталды. Қазір мына тапсырмаларды жинап аламын, үйді жүйесіне балдарыңызды қойып қоямын. Білім алушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, келесі сабақ бізде дисахаридтер және полисахаридтерге дайындалып келеміз.